7-ші бөлім. Қарсыласу. Өзінен басқа сыйынуға лайықты Құдай болмаған ұлы Алла тағалаға мақтаулар болсын. Оның сүйікті құлы әрі елшісі Мұхаммадқа, оның жанұясына, оның артынан ерген барлық сахабаларына Аллахтың игілігімен сәлем болсын. Ассаламу алейкум, сіздерге Аллахтың рахымы мен берекесі болсын. Бәрімізге сүйікті болған пайғамбарымыздың өмір тарихын одан ары қарай жалғастырамыз. Құрайыштар пайғамбардың исламға шақыруынан қорқа бастады. Өйткені оның ашық дағуаты тарап өзінің жемісін бере бастаған. Бірнеше күннен кейін адамдардың қажылыққа шығу олар үшін үлкен уайым болды. Уайымдарының себебі олар қажылыққа келгенде пайғамбардың дағуатын есту еді. Қажылар оның дағуатына көңіл бөліп қабылдау мүмкіндігі еді. Олар не істемек, қалай болмақ? Олар өзіне Уалид ибн Муғира атты кісіні шақырды. Олар оған: «Я Уалид, сен бізге Мұхаммадтың не істегенін естідің бе? Сен оның баласын әкесінен, ағасының інісінен айырғанын көрдің бе? Ол туралы жұртқа не дейміз? Сен ұсынысыңды айтшы» деді. Ол: «Сөйлеңдер, мен алдымен сендердің ұсыныстарыңды естігім келеді» деді. Олар: «Қалай ойлайсың? Егер біз оны көріпкел және көріпкелдікпен айналысады десек» деді. Уалид: «Мен көріпкелдікті олардың мыңғырлауын және олардың ұйқас құрған прозаларын білемін. Аллахтың атымен ант етемін, ол көріпкел емес. Бұдан басқа нәрсе ұсыныңдар» деді. Олар: «Оны жынды десек қалай ойлайсың?» деді. Ол: «Аллахтың атымен ант етемін, мен жындылықтың көріністері, буыну мен есалаңдықты көргенмін. Оның ісі жын тиген адамның ісіне ұқсамайды» деді. Олар: «Онда оны ақын дейік» деді. Ол: «Мен поэзия мен тақпақ көлемдерін білемін. Аллахтың атымен ант етемін, оның айтқандары поэзия емес» деп жауап берді. Олар: «Онда оны бақсы дейік» деді. Ол: «Мен бақсылық пен бақсылықтың белгілерін білемін. Ол түйіншектер буып, түйіншектерге үрлемейді». Сонда олар: «Ал сен өзің не дейсің, я Уалид?» деді. «Сен өзің Мұхаммадтың сөздері жайлы не дейсің?» деді. Бұған ол: «Аллахтың атымен ант етемін, мен оның сөздерін естідім» деді. Олар: «Иә, ары қарай айта бер» деді. Ол: «Аллахтың атымен ант етемін, оның сөздерінің тәтті дәмі бар. Олар ырғақты. Расында оны жемісті ағашпен салыстыруға болады. Оның сөздері жоғары және оның сөздерінен жоғары еш нәрсе жоқ. Оның сөздері бәрінің күл талқанын шығарады» деді. Олар: «Я Уалид, сен не деп тұрсың?» деді. Ол көп құдайшылдардан еді, бірақ Құранды естіп, оның ғажаптығын түсінді. Өйткені араб тілі оның ана тілі еді және өз тілін жақсы меңгергендерден болатын. Пайғамбардың айтқандарын түсінетін, ол Құранды осындай сөздермен суреттеді. Қараңыздаршы, осы жерден біздің білетініміз, Алла тағала пайғамбарды немен жіберіп отыр? Араб тіліндегі әдем Құранмен. Алла тағала әр елге пайғамбар жібергенде оларды мұғжизалармен, яғни кереметтермен жіберіп отырған. Мысалға, Мұсаны Перғауынға жібергенде, олардың арасында ол уақытта бақсылық, сиқыр қатты дамыған болатын. Алла тағала Мұсаға сондай кереметтер береді. Оның көрсеткен кереметтері бақсылар мен көз бояушылардың сиқырынан анағұрлым асып түскен. Айталық, оның аса таяғын жерге тастаған кезінде ол жылан болып бақсылардың көрсеткен сиқырларының бәрін жұтып қояды. Мұсаның өзі қара түсті адам болған, ал ол қолын қолтығына салып шығарған уақытта аппақ болып жарқыраған. Яғни Мұсаны сол қауымдағы бақсылық дамыған елге олардың бақсылары жасай алмайтын кереметпен жіберген. Иса пайғамбар өз қауымына келген кезде ол жерде медицина дамыған заман болған. Ал Иса болса медицина жасай алмайтын мұғжизалмен келген. Ол қолының сипауымен соқырының көзіне нұр берген, алапестерді емдеген, Аллахтың қалауымен өлген адамды тірілткен. Ал Мұхаммад пайғамбарды араб тілінің кереметі Құранмен жіберген. Поэзиясы өзінің шыңына жеткен болатын. Құран түсірілгеннен кейін араб жерінде поэзия 100 жылға тоқтаған делінеді. Алла тағала Құранда: «Егер сендердің айтқандарың рас болса, бәрің жабылып Құранның бір сүресіндей сүрен жасап көріңдерші» дейді. Сондықтан Уалид Құранды осындай сөздермен суреттеген. Сонда Уалидке: «Я Уалид, ол туралы бұдан басқасын айтшы» деді. Яғни айтатының өтірік болып, ақиқатқа қайшы келсе де бір нәрсе айтшы. Ол ой жүгіртіп, ойлана бастап, алдымен қарап, қабағын түйді де сосын бұрылып: «Бұны сиқыр деңдір» деді. Яғни алдап бұны сиқыр деңдір деп тұр. Ол өзі бұның сиқыр емес екендігін біліп тұр.
ол адамдарға бұл әкенің баласынан, бауырынан кісіні әйелінен, адамды туыстарынан айыратын сиқырдеңдер деді. Алла ол жайлы мына аяттар түсірді. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. Meni өзім жалғыз етіп жаратқаныммен қалдырыңдар. Оның жанынан табылатын ұлдар мен үлкен байлық сыйладым. Және оның жағдайын кеңітіп, ықпалын арттырдым. Осының бәрінен кейін менің арттыра түсуімді қалайды. Жоқ, ол біздің белгілерімізді қасарысып мойындамады. Ал қазір Алла тағала Уалидтің пайғамбарға қалай күйе жағуды ойланып сөйлеп жатқан жерін суреттейді. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. Өйткені ол ойластырып шамалады, сосын ол өлгір қалай шамалады, содан кейін ол жаны шыққыр қайтып мөлшерледі, сосын ол қарады, содан кейін ол қабағын шытып томсарды, содан кейін теріс айналып көкіректенді. Сонда ол, бұл үйретіліп келе жатқан бір сиқырдеңдер деді. Бұл адамның сөзі ғана. Ұлы Алла Уалид жайлы былай деді. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. Оны жағатын тозаққа саламын. Ол тозақтың не екенін қайдан білдің? Ол аямайды да шала тастамайды. Құрайыштардың имансыздары бұған сеніп, осы жаланы адамдардың арасында тарата бастады. Халық қажылыққа келіп жатыр. Ал пайғамбар Абу Бакрмен бірге олардың шатырларына кіріп, «Я адамдар, Алладан басқа сиынуға лайықты зат жоқ десеңдер, құтыласыңдар. Кім маған Аллахтың шақыруын жеткізуде қорған бола алады? Құрайыштар маған Раббымның сөздерін жеткізуде тиым салып, кедергі болып жатыр» деп жатты. Ал оның артынан Абу Лахаб, «Оған көңіл бөлмеңдер, бұл менің бауырымның баласы, ол жынды» деп еріп жүрді. Осылай Құрайыштар адамдар арасында бұл адам әкесін баласынан, ағасын інісінен айыратын бақсы деп таратып жатты. Бұл біздің пайғамбарға жапқан жала еді. Дегенмен олар бұл жалаларымен жеңе алмады. Осы кезде Құрайыштардың көп құдайшылдары Қағбаның жанында пайғамбар жайлы әңгімелесіп отырды. Олардың бірі былай деді: «Біз Мұхаммадқа шыдағанда ешкімді шыдаған емеспіз. Ол біздің дінімізді айыптап, біздің құдайларымызға тіл тигізді және біздің сенімімізді ақмақтық деп айыптады. Біз одан көп зәбір шектік. Олар ол туралы айтып жатқан сол арада кенеттен оның өзі пайғамбар Қағбаның бұрышына келіп тасқа қолын қойды. Сосын олардың пұттарына да өздеріне де көңіл бөлместен Қағбаны айналып тауап жасай бастады. Ол өз діні исламды мақтан тұтып, оны ұстануды ұялмайтын және адамдардың көңіліне қарамайтын. Ол Қағбаны бірінші айналып, олардың жанынан өтіп бара жатқанда, олар оны жамандай бастады. Олар оны қорлай бастады, бірақ ол оларға көңіл бөлмеді. Дегенмен, оның түрі өзгеріп кетті. Екінші рет айналғанда олар жамандауларын ары қарай жалғастырып, оны балағаттауды тоқтатпады. Ол тағы да оларға мән бермеді. Ол Қағбаның тауабын үшінші айналымына жеткенде көп құдайшылар жамандауы мен қорлауын күшейте түсті. Сонда ол оларға қарай бағытталды. Олар болса оны қорлап балағаттауды тоқтатпады. Ол оларға жақындағанда олар сөйлеулерін тоқтатты. Аллахтың елшісі оларға: «Я Құрайыштар, сендер мен тыңдайсыңдар ма? Тыңдайсыңдар ма? Мұхаммадтың жаны қолында болғанның атымен ант етемін. Сендердің өлімдерің менің қолымда» деді. Сендердің өлімдерің менің қолымнан. Осыны жеткізуші былай дейді. Бұл сөздерді естігенде олардың бәрі үндемей тым-тырыс тұрып қалды. Олардың арасындағы ең бейпіл аузының өзі үстіне жай түскендей қатты да қалды. Олардың бірі оған:
Бара ғой, я Абул Қасим, саналы бол, сен еш уақытта ақмақ болған емессің. Аллахтың атымен ант етемін, сен еш уақытта ақмақ болған емессің, деді. Келесі күн олар тағы да пайғамбарға қарсы жиналып, оған жаман сөздер айтып, бір-бірін оған қарсы қайрай бастады. Пайғамбардың Қағбаның жанынан өтіп бара жатқанын көріп, арасындағы ең бақытсызы тұрып, оның шапанның шетінен ұстап, оны пайғамбардың мойнына орап буындыра бастады. Ол кімді буындыра бастады? Аллахтың ең көркем жаратылысын. Ол кімді буындыра бастады? Аллахтың сүйіктісін. Ол кімді буындыра бастады? Аллахтың бүкіл әлемге жіберген мейірімін. Ол оны, оның жаны аузына жетіп, өліп кете жаздағанша буындырды. Оларды шыншыл Абу Бакр көрді. Ол оған асығып, буындырушыны итерді, оны ұрып, пайғамбардан алыстатты. Ол пайғамбарды құтқарды. Бұл жайлы Алла тағала Құранда былай дейді. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. Менің Раббым Алла деген адамды өлтіресіңдер ме? Ол сендерге Раббыларың тарапынан анық белгілермен келген еді. Көп құдайшылдар пайғамбарды ұруларын қойып, Абу Бакрды ол есінен танып құлағанша ұрды. Адамдар оны өлді деп ойлап, үйіне көтеріп апарды. Түн ішінде әлі ислам қабылдамаған оның анасы оған, «Иә құлыншағым, бірнесе жесейші», деді. Ол, «Аллахтың атымен ант етемін, анашым, мен пайғамбарды көрмейінше нәр татпаймын», деді. Абу Бакрды түн ішінде Ибн Арқамның үйіне пайғамбарға алып барды. Ол пайғамбарды көргенде оны сүйіп жылай бастады. Пайғамбар көп құдайшылдардан осындай азаптар шекті. Олар оған бақсы деп, жынды деп, және сәуегей деп жала жапты. Ал ұлы Алла тағала Құранда былай деді. Арасында біз сені мазақ етушілерден құтқардық. Олар оны мазақ етіп сөкті де, ұрды да, қолдарынан келген барлық жамандықты жасады. Ол бұның бәріне қарамастан шыдамдылық танытып мықты болды, және барлық қиындықты көтере білді. Күндердің бірінде ол үйінен шығып Қағбаға қарай бет алды. Пайғамбарға көрсетіп жатқан зәбір мен қорлықтар саны көбейіп жатты. Оның мазасыздығы күшейіп, жүрегі қысылды. Одан кейін ол үйіне кері қайтты. Пайғамбар үйіне кіріп, шапанын жамылып, оны оранып жатты. Осы кезде ұлы Алла тағала мына аяттарды түсірді. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر بك فاصبر. Я жамылушы, тұр да ескерт, Раббыңды ұлықта, киіміңді тазарт, бұттардан қашықта, пайда табу үшін қамқорлық жасама. Раббың үшін сабырлы бол. Шыда, я Мұхаммад, тек Раббың үшін, ұлы Алла үшін. Шыда, өйткені сенің сабырың тек Алладан ғана. Олар үшін қайғырма, және сенің жүрегің олардың құрған торынан қысылмасын. Расында Алла өзінен қорқушылар және жақсылық жасаушылармен бірге. Осылай пайғамбар оларға және олардың оған жасаған кесірлеріне көңіл бөлмей, Алла жолында шақыруын ары қарай жалғастыра берді. Ислам Меккеде қанатын жайып, күш ала бастаған кезде Мекке тұрғындарының құрметті адамдарының бірі Абу Валид Утба ибн Рабия Құрайштарға: өздерің Мұхаммадтың сендерге не істегенін көрдіңдер. Егер қаласаңдар, мен оған барып бір нәрсе ұсынамын, деді. Бұны сынап олар: бара ғой, Абу Валид, деді. Ол біздің пайғамбарға келіп: я бауырым, сен өзіңнің халқыңмен не істегенін көрдің бе? Сен олардың арасын бөліп, олардың құдайлары мен діндерін сөктің. Олардың аталарын имансыздықпен айыптадың, және тағы басқа сөздер айттың. Егер қаласаң, біз саған бір нәрсе ұсынамыз, деді. Пайғамбар оған: айта ғой, Абу Валид, деді. Сонда Абу Валид: я Мұхаммад, егер сен бұл ісіңді байлық үшін жасап жүрсең, онда біз саған байлық жинап береміз. Сен арамыздағы ең бай адам боласың. Егер сен өзіңе құрмет іздесең, онда біз сені арамыздағы мырзамыз етеміз. Егер сен мансап іздеп билік қаласаң, онда біз сені өзімізге патша етіп алайық. Егер сені шайтан билеп, саған келіп жүрген жын болса, онда біз саған ең мықты емшіні тауып, ол сені емдеп жазсын, деді.
Сонда пайғамбар оған: «Я Абу Валид, сен айтарыңды айтып болдың ба?» деді. Ол: «Иә» деді. Сонда ол оған: «Мен саған бір нәрсе айтайын ба?» деді. Ол: «Айта ғой, бауырым» деді. Сонда пайғамбар оған Аллахтың сөзі Құраннан сөйлей бастады. Ол оған Құранда айтылған аяттан басқа еш нәрсе айтпады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хамим. Танзилум минар-рахманир-рахим. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. Қамқор мейірімді Аллахтың атымен. Хамим. Қамқор мейірімді Алла тарапынан түскен бұл кітап, білген ел үшін аяттары ашық баян етілген, араб тілінде түсірілген Құран. Қуандырушы, қорқытушы. Алайда олардың көбі жалтарады. Сондықтан олар құлақ салмайды. Пайғамбар Құран оқуын ары қарай жалғастыра берді. Ал ұтпа болса тыңдап мағынасына үңіле түсті. Пайғамбар мына аяттарға жеткенде ол үндемей тыңдаумен болды. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. Егер олар теріс бұрылса, онда оларға мен сендерді ат пен Самуд халқына келген азап сияқты азаппен ескертемін деп айт. Осы сөздерді естігенде Абу Валид шошып: «Я Мұхаммад, мен сен Аллахпен және туыстық қарым-қатынас арқылы сұраймын. Тоқтат, жеткілікті, я Мұхаммад» деді. Ол пайғамбардың сөз соңында айтқандарынан қорқты. Өйткені ол ат пен Самуд халқының азабы сияқты азаптан деген сөздердің мағынасын жақсы түсінетін болған. Сені Аллахпен және туыстық қарым-қатынас арқылы сұраймын, тоқтат деп шықты. Имансыз Құрайыштар оны көргенде: «Сендерге Утба келді, бірақ оның түрі өзгеріп кетіпті. Оның түрі Мұхаммадқа кірердің алдындағыдай емес» деді. Сосын олар одан: «Я Абу Валид, саған не болған?» деп сұрады. Ол Құрайыштарға келіп былай деді: «Аллахтың атымен ант етемін. Оның сөздері не ақынның, не бақсының, не көріпкелдің сөздері емес. Адамдар, менің не дейтініме құлақ салыңдар. Онымен арабтардың арасына түспеңдер. Егер арабтар жеңсе, онда олар сендерді одан құтқарады. Ал егер ол жеңсе, оның сөзі сендердің сөздерің болады. Оның дүниесі сендердің дүниелерің болады» деді. Адамдар қайта: «Утба сиқырланды. Утбаны Мұхаммад сиқырлап тастады» деп тарады. Түндердің бірінде Құрайш мырзалары Утба ибн Рабия, Шейба ибн Рабия, Надр ибн Харис, Абу Джахл, Абу Аль-Бухтари, ибн Хишам, Абу Суфиян, Әләс ибн Вайл және басқа Құрайштың құрметті адамдары жиналды. Олар бір-бірімен сөйлесіп: «Егер біз Мұхаммедпен сөйлессек қалай болар екен? Бәлкім ол айтып жүрген сөздерін және жасап жүрген амалдарын тоқтатар» десті. Олар пайғамбарды өздеріне шақырды. Сол түні ол келіп олармен бірге Қағбаның жанында отырды. Ол олардан: «Не айтатындарың бар?» деп сұрады. Олар: «Я Мұхаммад, сен бізбен және біздің халқымызбен не істегеніңді өзің білесің. Сен бізді бөліп, біздің құдайларымызға тіліңді тигізіп, біздің дінімізбен ата-бабаларымызды айыптадың. Біз өз халқына сен сияқты зиян тигізген ешкімді білмейміз. Егер сен дүние, мансап, не болмаса қайбір әйелге үйленгің келсе, не қалағың келсе соны айт, біз саған қалаған нәрсеңді береміз» деді. Ол оларға: «Мен сендерге бұл үшін жіберілген жоқпын. Мен ұлы да құдіретті Алла тағала өзінің хабарымен жіберді. Және мен сендерге сенімді және хайырлы ақылшымын» деді. «Егер сендер бұны қабыл алсаңдар, онда бұл сендер үшін осы дүниеде де, о дүниеде де бақыт. Ал егер бұны сендер қайтарсаңдар, онда мен бұны ұлы Аллахтың әмір келгенше шыдап бағамын» деді. Олардың арасындағы әңгіме Құранда бұлай өзінің көрінісін тапқан. Олар: «Егер сенің қалағаның осы болса, онда Меккенің тауымен қоршағанын көріп тұрсың. Өзіңнің Раббыңнан сұрашы. Осы тауларды ашып арасынан Шам мен Ирактағы өзендер сияқты өзендер ағысын» деді. Ол: «Мен бұл үшін жіберілген жоқпын.
Бірақ Алла тағала мені өзінің хабарларымен жіберді. Сондай-ақ мен сендер үшін сенімді де хайырлы ақылшымын деп жауап берді. Олар бұл жерден сен бізге бастау ағызғанға дейін саған әсте сенбейміз деді. Сосын олар оған: «Я Мұхаммад, біз сенің арамызда жүріп базарларға барып өзіміз секілді істермен айналысатыныңды көреміз. Сенің бізден айырмашылығың жоқ. Егер сен өзің айтқаныңдай шынымен ақ пайғамбар болсаң, онда сенің Раббың біз атқарып жүрген жұмыстардан ерекшелеп саған неге бау-бақшалар бермейді деді. Немесе сенің құрмадан, жүзімнен бір бақшаң болсын, сонда оның араларынан өзеңдер ағызып қоярсың». Ол оларға: «Я халқым, Аллахтың атымен ант етемін, мен бұл үшін жіберілген жоқпын. Алла тағала мені өзіңнің хабарларымен жіберді. Сондай-ақ мен сендер үшін сенімді де хайырлы ақылшымын. Не сендер бұны қабыл аласыңдар, не болмаса мен біздің арамыздағы іске Аллахтың шешімін күтіп сабыр етемін» деді. Олар: «Егер оны қаламасаң, онда көкке қарап бізге көкті кесек-кесек қылып түсіріп, көктің азабын жіберші. Не болмаса айтып жүрген Раббыңды, періштелерді көрсетші» деді. Ол: «Бұл жайлы айтатын болсақ, онда бұл менің шаруам емес. Бұл Аллахтың ісі. Егер ол қаласа бұны істейді, ол қаламаса онда бұны істемейді» деді. Қараңыздаршы, пайғамбар Құрайштардың мырзалары мен олардың сөздеріне қандай сабыр танытқан. Олар одан ол жасай алмайтын нәрселер сұрап жатыр. Ал ол болса сабыр сақтап шыдауда. Олы Алла тағала оған мына аяттарды аян етті. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. Енді көркем сабырмен шыда. Олар оны алыс санайды, ал біз болсақ оның жақын екенін көреміз. Яғни олар қиямет болатын уақытпен қайта тіріліп жауап беретін күнді әсте болмастай алыс санайды. Бірақ қиямет күні жақын. Сондықтан сабыр сақта, я Мұхаммад. Көп құдайшылдар пайғамбарға қарсы еш нәрсе істей алмайтындығына көздері жетті. Олар пайғамбардан не талап етсе, ол әркез оларға дәлелдерімен жауап беретін. Және олардың сұрақтарына Құран аяттары түсіп отырды. Сонда олар өзара: «Біздің Мединадағы яһудилердің ғалымдарына барудан басқа шарамыз қалмады» деп келісті. Оларға барғаның олар үшін қандай пайдасы бар? Осы сұраққа біз олардан Мұхаммадқа, оның сахабаларына қарсы көмек сұраймыз деді. Имансыз Құрайштар Ан-Надр ибн Харис, Уқба ибн Абу Муайс яһудилердің ғалымдарына кетті. Олар Меккеден Мединаға яһудилердің ғалымдарынан бұл адамға қарсы не істейтіндігі жайлы және ол не қылған адам екендігін сұрау үшін шықты. Олар яһудилерге келген кезде яһудилер олардан: «Сендерге не керек?» деп сұрады. Олар: «Біз сендерден өзін пайғамбармын деп жариялап жүрген бір кісі жайлы сұрауға келдік» деді. Оның аты Мұхаммад ибн Абдуллах. Яһудилер болса бұл уақыттың пайғамбар шығатын уақыт екендігін білетін. Бұл ғана емес, олардың кітаптары Торада оның суреттемесі де бар. Олар оны өздерінің балаларынан да артық білетін. Бірақ олар пайғамбардың олардың арасынан шықпағандығына ызаланып, қызғаныш танытып оны мойындамайды. Олар Надыр мен Уқбаға: «Оған 3 сұрақ қойыңдар. Егер ол сендерге жауап бере алса, демек ол расында пайғамбар» дейді. Олар оған ол жауап бере алмайтын сұрақтар қояды. Егер ол сұраққа жауап бере алмаса, онда ол өтірік айтып жүрде, онымен не істесеңдер де еріктеріңдер дейді. Олар бұл қандай сұрақтар деп сұрайды. Яһудилер: «Бірінші сұрақ. Одан бұрын жоғалып кеткен жастар жайлы сұраңдар. Олармен түсініксіз оқиға болған» дейді. Сұрақтың мәнісі жастар бұрын жоғалған. Екінші сұрақ. Одан жердің шығысынан батысына дейін жеткен сапаршы жайлы сұраңдар дейді. Бұл сапаршы кім? Үшінші сұрақ. Одан жан туралы сұраңдар. Ол не деп сұрайды? Егер ол осы сұрақтарға жауап берсе, демек ол пайғамбар. Ал егер жауап бере алмаса, онда ол сендерге өтірік айтып жүр. Сондықтан онымен не қаласаңдар соны істеңдер дейді. Уқба мен Надыр осы сұрақтарды алып Меккеге оралады. Имансыздар осы сұрақтарды пайғамбарға қою үшін келді. Бұрын жоғалып кеткен, оқиғасы түсініксіз болған жастар жайлы, жердің шығысынан батысына дейін жеткен сапаршы жайлы және жан жайлы. Пайғамбар оларға: «Мен сендерге ертең жауап беремін» дейді. Ол кетеді де оған аяндар түспейді. Олар келесі күні келіп одан: «Сен жауаптарың қайда?» дейді. Ол: «Ертең айтамын» дейді. Ал аяндар болса сол қалып түспейді. 15 күн бойы ол оларға
ертең жауап беремін деп айтумен болады. Ал бұл сұраққа жауап беретін аяндар сол қалпы түспейді. Имансыздар, қараңдаршы, біз Мұхаммадқа ол жауап бере алмайтын сұрақтар қойдық деп адамдар арасында күмән тарата бастады. Бірақ ұлы Алла тағала өзінің пайғамбарын ол бұдан былай ертең деп айтқанда, иншалла, яғни Алла қаласа деген сөздерді қосуды үйретуді қалады. Жебрейіл оған 15 күн өткеннен кейін келді. Пайғамбар одан бұл сұраққа жауап қайда? Олар неге кешікті деп сұрады. Жебрейіл оған, біз сенің Раббыңның әмірімен ғана түсеміз. Ол біздің алдымыздағыға және біздің артымыздағыға және осының арасындағыларға иелік етеді. Ал сенің Раббың еш нәрсені ұмытпайды деді. Сосын ол оған былай деп қосты. Бұдан былай, мен бұны ертең жасаймын деп айтушы болма. Тек Алла қаласа деп айт. Сонда ғана ұлы Раббыңнан жауап келеді. Алла тағала олардың 3 сұрағына жауап берді. Жоғалып кеткен жастар жайлы نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Біз саған олардың хабарын шынайы түрде баян етеміз. Олар Раббыларына шын сенген жігіттер еді де, оларға туралықты арттыра түстік. Бұрын жасалған жастардың оқиғасы баян етілген Қаф сүресі түсірілді. Олардың сұраған сапаршы жайлы Алла тағала мына Құран аяттарын жіберді. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. Олар сенен Зұлқарнайынды сұрайды, сендерге оның жайын түсіндірейін де. Одан кейін оларға Зұлқарнайын жайлы баян етіледі. Олар одан жан жайлы сұрайды. Ол оларға Құран аяттарымен ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Олар сенен жан туралы сұрайды. Ол Раббымның әмірінен, сендерге өте аз мәлімет берілді деді. Осы 3 жауаппен имансыз құрайыштардың аузына құм құйылды. Адамдар кінә іздеп сұрақ қойған сайын Құран аяттары түсіріліп жауап беріліп отырды. Осылайша көп құдайшылдар қанша сұрақтарын берсе де, 7 қақ көк үстінен Алла тағала өзінің жауаптарымен Құран аяттарын жіберіп отырды. Ал біз болсақ, Аллахтың елшісіне Аллахтың игілігімен сәлем болсын деп, бүгінгі тақырыбымызды аяқтап сіздермен қоштасқалы отырмыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.